Саламатсыздар ма? Бүгін біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Қазір бізде кеңістікте бағдарлау түзету сабағы. Сабақ бастамас бұрын психологиялық жаттығу жүргіземіз. Ақ тілек деп аталады. Әр оқушы қасындағы сыңарына тілегін жолдайды. Сабақ барысында 6 ережемен таныстырып өтемін. Жоғарыда слайдта көрсетілген. Сыңарыңды тап деген ойын ойнатылады, тапсырма беріліп. Бұл жерде әріптер кесілген тақырыпты шығару керек. Яғни балалардың шығарған тақырыбы бүгінгі жүрудің түрлері деп аталады. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жүрудің түрлері. Оқыту мақсаты жеке, топта, жол жиектерімен және тротуармен жүру тәсілдерін меңгеру. Осы тұста қайтала оқыта үйрету жаттығу жүргізіледі. Яғни, осы тақырыпқа сай балаларға көрсетіле отырып жаттығу жүргізіледі. Сонымен бірге осы тақырыпқа сай түрлі ақпараттар беріліп отырады. Келесі бізде балалар осы жүрудің түрлеріне байланысты жаңа түрлі ақпарат беріледі. Тақырыпқа сай сигналды қайтала ойын жаттығуы жүргізіледі. Көз жаттығуын жасаймыз. Өзімізге белгілі балаларымыз сабақ барысында әдетке айналған көз жаттығуларын жүргізеді. Сабақ уақытысында түрлі көз жаттығулары жүргізіліп, сергіп аламыз. Жаңа ақпаратпен бөлісу, сен білесің бе деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа сай жаңа ақпараттармен таныстырылады балаларды. Оның ішінде жаңа ақпарат бізде тротуар деп аталады. Соған анықтама беріледі. Және практикалық жұмыс команда ойын тапсырмасы. Бұл ойында бір оқушы КамАЗ, біреуі көлік, біреусі автобус және трактордың дыбыстарын сала отырып, біздің оқушымыз Ерғазы жүрудің түрлерін көрсетеді. Және оның қолында жіңішке таяқшаның көмегімен берілген жол белгілерін ескере отырып, өзінің жүру жолын көрсетеді балаларға. Сабақ кезінде балаларымызға міндетті түрде сергіту сәті жүргізіледі. Яғни сергіту сәті ауада пішіндердің суретін сызу. Сабақтың соңында бекіту сұрақтары бүгінгі тақырыпқа сай қойылады. Және ауада сызған пішіндерді балалар бүгінгі сабақта алған әсерлерімен бөлісе отырып, пішін арқылы өздерін үшбұрыш ештеңе түсінбедім, жартылай түсіндім, төртбұрыш толық түсіндім дейтін болса, онда шеңбер белгісін көтереді. Әр оқушы сабақта өзін өзі бағалап шығады. Міне бүгінгі біздің сабағымыз жүрудің түрлері, түрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, балалармен біз жаңа тақырыпты меңгерте отырып сабақ жүргіздік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.